Бля, хорош. Мужик, бля. Молодец. Табиғат күшті болып тұр, сен қаққа бара жатсың? Неғысында болған. Әңгіме болып тұратын да жол қысқарсын. Қысқармайды, ол мен соғып барамыз ғой. Мәкәс, түс осы жерден. Болды, тоқтат, құр, кет. Адам кайфын бұзды. Кәні оқушылар мынау комиссия ағайларыңа рельстің не екенін айтып беріңдерші кәні. Инстаграмға салынады. Инстаграмыңды шығарам қазір. Оған салынатын рилс қой ол. Мынау сонда не болады? Рекс. Ай! Міне, көрдіңіз бе? Осыны айтады ау деп тұр, бұл рекс малда бұл ит. Студенттер, сендер осы жерде міне үйренесіңдер. Вот мынаны былай бүйтеміз, мынаны бүйтеміз, мынау былай и былай. Вот енді кетеміз. Жайша? Бұзып алдық. Қашты. Саламатсыз ба? Кімсіз? Комиссия ғой. Ой, мен сол жаңа оқушыларға мынаның қауіпсіздігін ары-бері соларды түсіндіріп, сөйтіп, пай, тығылмаша ойнайсыз ба ол? Ай, біз тығылып жүріп негізі. Не болып жатыр? Кірсеңдерші сабақтан кейін топырлап адам жылына тиіп. Туған күн болады ғой. Туған күн, сабақтан кейін тойлайсыздар. Директордың туған күні ғой. Әкел тұр. Осы ата-анасыз ба сіз? Иә. Күтіп отырып қой сізді. Тышбаев атындағы АЕЛТ Шымкент көлік колледжі. Бізде осы жылы 550 грант бөлініп отыр. Студенттер 42 мың мен 50 мың аралығындағы стипендия алады. Практика уақытында жұмыс істесе болады. Ақылы кәдімгі 250 мың мен 500 мың аралығындағы ақша алып отырады. Біздің өзіміз ондай ақша алмаймыз. Неге? Жұмысқа шығып кеттік қой. Хозяйкамыз бір ары-бері бүлдіріпті да енді. Мамасынан анда-санда осындай сөз естіп тұратын подругаларым қаяқтасыңдар? Сен мына жүрісіңмен барған жеріңе 2,5 күнде келіп қаласың. Болмай қалды әпше деп әкеп тастамасын. Бұлар жата береді, бұлар жатуды қатырады ғой. Тырп етейін демейді, Құдайдың құдіреті. Биш бар да бұл үйде, биш. Бұларға киінуді берсе болды, өлтіреді ғой киінуді. Үй бұғып жата берсін естіп. Падахана болып. Ертең барған жерлерінде шармандамызды шығарып отырмаңдар. Тілдері құлаш бұлардың, сөз қайтаруды өлтіреді. Тілдері 70 метр. Тіліңді жинап жатшы. Бұларды адам қыла дей. Шашыма қаратын болды Құттыбек. Қыздарымыз жүр аман ете. Қыздарыңызға көз тимесін. Бір-бірінен өткен пысық, бір-бірінен өткен сұлу ғой шіркін. Жұрттың көзіне сөйт көрінетін жер бұлар. Саламатсыздар ма? Нан бар ма? Саламатсыздар ма? Бір штук табанан или жартысынан бөлінген, тістелген деген сияқтылар жоқ қой, просто ақшам жете ма жете кішкене уайым. 200 теңгеден ғой нан. Екеуін бір сонда 400 теңге болады екен. О QR қайқа оплата жасай. Болсаңдаршы неғып жібердіңдер? Күніне қанша қап жабасыңдар, брат? 4-5 қаптай жабамыз. Бір қаптан қанша нан шығады? 100 нан шығады ғой. Дерзкі, действительно. Сол бизнес ашуға ой кетіп жүрген ғой. Онда біз как раз осы франшизамыз сатып жатырмыз Хадиша табананды. Не? Ну мен емес. Саламатсыз ба? Қош келдіңіз. Бізде керемет Хадиша табанандары. 4 нан? 4 нан. Аха. 800 теңге болады, 800 теңге. Алло, мама, аудар жіберші. Күтіп тұрмын мен. 800 теңге болды, аха. Енді Каспийде жоқ қой, мама, аудар жіберсек просто ұятқымашы жерде. Ина, менің аяғым ауыр. Рас па? Бұл күтпеген жаңалық болды ғой. Рахмет саған жаным. Мен сен бақытты қылып отырсамын. Джек, менің аяғым ауыр. Вау, Құдайым-ау, бұл неткен бақытты сәт Аврора. Біздің баламыз болашақта пилот болады. Рахмет саған. Жаннан қараш, менде 2 сызық шықты, сен әке боласың, әке. Өші зор болды ғой. Сен бітсе ертарақ бүгінен қалдырмай ипаш басайсың. Сөйтіп декретке миллионға заявка таста. Қасапшы мұқаш. Міне бауырым, мынандай еттер бар ғой, жақсы. Кішкентай бар ма? Сәл кішкентай, мынандайлар бар ғой, жақсы. Осыдан да кішкентай бар ма? Сәл кішкентай. Мынандай бар ғой, кішкентай. Осын майдалап турап берсең. Ей, фарш дейді ғой оны. Да? Бетіңе сүрленген етпен ұрайын ба? Салат жақсылап кесіп реттесіңдер, әдемі стейктер шығару керек. Саусақты абайлаңдар, Саусақ кетті ма не? 4-еуі бірден кетті ма? Дәурен, саусағы түгел балдар жіберіңдерші неқа. Дүйсенбі, пятница жылық сойын деп атыр соғың ба. Ана алам бесең айлыққа жазып қойын солайын. Список толып бара жатыр да жақсы шығып жатыр қазір. Майлы қасында жаңа ек қазысымен маймен әдемілеп сап қоямын ғой. Болды аласың ғой, болды сен алат деп жазып қоямын, давай. Қандай малдың еті бар дейсің ба? Қойдікі бар, сиырдікі бар, жылқыныкі бар. Брат қазір Каспийге аударып жіберемін дейтін малдікі бар ғой. Содан 2 кило ма? Кино көріп отырып, жеп отыратын не бар? Ой, тез дайындалатын бізде котлеттер бар, самсалар бар, демдетіп
манты бар, пельмен бар, барлығы бар ғой бізге. Мультфильм көріп отыратыншы. Мультфильмге Томи Джерри деген андай стейктер бар ғой. Опера көріп жеп отыратын не бар? Кет бар. Брат, бір ерекше ет керек еді. Ерекше ет, қандай ерекше ет бар? Бізде кенгурудың еті бар, қалтасымен бірге береміз да. Етін жеп, сүйегін қалтасына салып жүре бересің. Дарызбен нан жеп атсың ба? Қуасың ба? Чикенге алды екендер, чикен. Нанда кеш, нанда, анау. Нанда кеш. Қумас чикен нанмен жейсің ба? Зор кетеді, жындым, ал кеш бар. Не жеп атсың, Мант жеп атсың. Мант нанмен жеп атсың ба? Аха. Өзі нан ғой, қамыр ғой. Сен коланы нанмен жеп атсың ба? Сен неғыл жібердің, сен қайғын түсінбейсің, сен бұл ештеңе емес, мен нан салмадым да нанмен жеймін. Нан салма деп айтып тұр ғой саған, аты айтып тұр ғой, нанды салма деп. Мен салып жеймін. Хадиша табанан бұл, білесің ба, бұл бөлек кетеді, бұл мен салып жеймін. Не істейсің ал, чота? Блядь, есің житсің ба, толпой? Мам, свинья, твою мать, блядь. Эй, полис! Жан, мусор вынеси. Давай. Жан, там шкаф сломался, починишь? Да, конечно. Айка, парень, цветы подарил. Еще айфон. Жан, давай дорогу посмотрим. Давай. Ой, что-то сладкое захотелось. Все, идем спать. Жан, мой любимый подкаст, давай посмотрим. Давай. Сенің охранник роднойың. Ал соны. Ал. Тегін алып кете берші мен. Қойш? Бүгін бізде акция отыр. Бәрін тегін. Натурин ба? Натури. Рахмет, братан. Рахмет, мен сен айтпақ сөйлесіп қойдым. Сен жұмыста қалатын болдың. Коллективпіз. Жұмыста қалатын болдың ба не? Брат! Апарасыңдар да, машинаның артына салып, ауылға айдай бересіңдер. Әкел! Ертерек тасымайсыңдар ма осыны? Күрішіктер ғой басеке. Просто ана түнде тасып тастайық бір бәле дейді да. Жабық магазин бар. Не істеп жатсың? Не істеп жатсың? Алып жатыр қой. Алып жатсың ба? Басты айтқан ғой, просто жұмыста оперативный, кооперативный болып жүргандай, углеродный, антикрепиновый болып жүр деген ғой, короче. Да? Бірінші күн ғой бүгін жұмыста активный болып жүрген ғой. Ал бер. Төртеуін ал. Болды. Шүкір қазір 24-те 7 магазиндем ғой, не ішем, не жейм, қай жерге түкіре саламын. Зандай мен тамын. Не ғой, аналар діреттеп қойып атқан ба, сроктарын бәрін жаңа келген товар ғой. Печенье деп қойсын. Мен Алан Разло үшін сізге адал боламын. Махаббат